Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сырники жасап көрсететін боламыз сіздерге. Таңғы асқа өте жеңіл әрі тойымды. Ең алдымен творог пен қантты жақсылап араластырамыз. Творогты кішкене үгітіп езгілейміз. Егер творогты біз блендермен жасайтын болсақ, онда бізде творожный масса өте жұмсақ әрі еріп кететін болады. Сондықтан осы лопатканың көмегімен жасаған дұрыс. Сырникиді әркім әрқалай жасайды. Мен осындай формочкаға салып жасадым. Әртүрлі формаға салып жасасаңыздар болады. Немесе қолыңызбен дөңгелетсеңіз болады. Осылай жасап, морозильникте сақтауға болады. 3-5 күн аралығында морозильникте сақтап, осылай пісіріп жей бересіз. Әсіресе таңғы асқа өте жеңіл. Достар, назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.